кешкен шығарма сонау жолдарым естен тақтаға жазған ұстаз тәлімін партада тыңдап үлгі алып өскен. Соңғы қоңырау сыңғырлап үнің көңілде тұрау, арнамнан асып толқындай тасып төгілгенім ау. Жалпақ жатқан кең жазық даласында, Түлкібастай бергісіз қаласына, мектебі бар Асанбай Асқаровтың арналған алғыр зерек баласына. Армысыздар ардақты ата-аналар, аяулы ұстаздар, қымбатты оқушылар, қадірлі жас түлектер. 11 жыл бойы тәрбие мен білім нәрін бойына құйып, ұстаздардың анасында еркелеп, балалық шағын алаңсыз өткізген жас түлектердің мектебімен әліппеден бастап өмір заңдарына дейін үйреткен ұстаздардың шәкірттермен қоштасу мерекесі соңғы қоңырау мерекесіне қош келдіңіздер. Міне, бүгін қызығы мен қиыншылығы мол, әр оқу жылы қайталанбас тарихқа толы мектептің мерекесі. Оқушылардың сыныптан сыныпқа көшіп, асыға күткен жазғы демалысқа шығарып салатын салтанатты соңғы қоңырау. Кеше ғана тұлымдары желбіреп, жүректері лүпілдеп, мектеп қабырғасын емене аттаған ұл қыздарымыз ойы толып, бойы өсіп, алтын ұя мектебімен қоштасқалы отыр. Бұл күн мектеп тарихында, мектеп бітіруші түлектер есінде мәңгі өшпесі анық. Міне, тағы бір оқу жылы аяқталып, біздің мектептің 53 түлегі бүгінгі салтанатты жиында балалықпен, мектеппен қоштасқалы отыр. Жас жүректің өмірлік құштары гүл, бағбан ұстаз баулыған құстары бұл. Қоштасып бүгінгі күн ұясынан сол құстардың бір тобы ұшқалы тұр деп, Алтын ұя мектебінің табалдырығынан үлкен өмірге ұшқалы отырған мектеп бітіруші түлектерді құрметпен ортаға шақырамыз. Бәрі де баласындай бір ананың, өз елі қазағының оғаданын, қызы ибалы ұлы ер шықсын кәне 11-ші сыныба Айзада, Әлия апайлардың және Олжас ағайдың, түлектерімізге алғаш қалам ұстатқан бастауыш сынып мұғалімдері Оңғарова Гуля апай мен Ибрагимова Жазира апай және Қуатова Гүзира апайларды шәкірттерімен бірге қол соғып қошеметпен қарсы алыңыздар. Асанбай Асқаров атындағы жалпы білім беру мектебінің 11-ші А сынып оқушылары. 11-ші А сыныбында барлығы 23 оқушы, 10 ұл, 13 қыз. Бастауыш сынып мұғалімі Оңғарова Гуля Ақылбай қызы. Сынып жетекшісі Смантьярова Айзада Жақсылық қызы. Қалмахан қызы Көркем, Әкімбай Шыңғысхан, Серик Аруна, Тұрар Әсел, Ракишева Марал, Сарманбай Инабат, Жүніс Жанерке, Алпамыс Бауыржан, Мамырбек Сәрсеқұл, Беренқұл Жансұлтан, Қалдыбек Темірлан, Омархан Аружан, Серік қызы Аяулым, Алыпбек Анеля, Абдрахман Гүлжан, Сандыбекова Аян, Адылхан Әділет, Қожамжар Алдиярхан, Алтынбекова Сания, Тағайбай Балауса, Мақсатбек Ералы, Шанай Әйгерім, Бауыржан Айдын. Үлкен өмірге басқан қадамдарың құтты болсын. Биік белестерді бағындырыңдар. Қанаттарың талмасын, сәттілік серіктерің болсын. Аңсаған армандарыңа, ойлаған мақсаттарыңа жетіңдер. Келешектерің кемел, болашақтарың нұрлы болсын. Өмірден өз орындарыңды адаспай тауып, сынақтардан сүрінбей өтіңдер. Алла әрқашан өзі жар болсын. Олай болса, бәріңе ақ жол тілейміз. Сапарларың сәтті
болсын. Алдарыңызда 11-ші Ә сынып оқушылары, сынып жетекшісі Түймебаева Әлия Жұмагелді қызы, бастауыш сынып мұғалімі Ибрагимова Жазира Жақсыбек қызы, Ербол қызы Сымбат, Жаналиева Шынар, Таліпбек Назерке, Торлыбек Қарахат, Қарабай Кәусар, Тұрымтай Нұрбақыт, Мадияр Диана, Қайыржан Алуа, Бейсен Жаннұр, Мамыр Ақжарқын, Пернебек Ернұр, Айдылда Үңкар, Қыдырбай Бағдат, Ұзақбай Алтыншаш, Есболұлы Шыңғыз, Құрманбай Нұрила, Мұратов Алиф, Құрметті жас түлектер, үлкен өмірге басқан қадамдарың құтты болсын. Биік белестерді бағындырыңдар. қанаттарың талмасын, сәттілік серіктерің болсын. Аңсаған армандарыңа, ойлаған мақсаттарыңа сүрінбей жетіңдер. Келешектерің кемел, ойлаған мақсаттарыңа жетіңдер. Өмірден өз орындарыңды адаспай тауып, сынақтардан сүрінбей өтіңдер. Алла әрқашан өзі жар болсын. Асанбай Асқаров атындағы жалпы білім беру мектебінің 11-ші Б сынып оқушылары. 11-ші Б сыныбында барлығы 14 оқушы, 8 ұл, 6 қыз. Сынып бастауыш сынып жетекшісі Қуатова Гүлзира, сынып жетекшісі Байсергі Олжас Таліпбекұлы және бастауыш сынып жетекшісі Шыңғысбекова Нұрдан апайларымен бірге қарсы алыңыздар. Оңталбаев Нұржау, Зиядин Назлы, Нұрлан Жібек, Оңқалбай Әділет, Абылқасым Аружан, Мүсірепбай Жансерік, Тастайбек Әдемі, Сабыров Айхан, Абдышүкір Лаура, Жахипбай Мақсат, Абдыраим Үнжу, Каримов Илмаз, Темірбай Жаналы, Кеңесбек Еркебұлан, Алпысбай Рамазан. Құрметті жас түлектер, сәтті сапар болсын, жолдарың әрқашан ашық болсын, қанаттарың талмасын, сәттілік серіктерің болсын. Келешектерің кемел, болашақтарың нұрлы болсын. Өмірден өз орындарыңды адаспай тауып, сынақтардан сүрінбей өтіңдер. Аңсаған армандарыңа, ойлаған мақсаттарыңа жетіңдер. Өзі батыр, өзі дана халыққа жарасады жігер берен. Әнұран мен көк туым. Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұраны орындалсын.
және оқушылар. Қиындығы мен қызығы мол, тағы бір оқу жылы артта қалды. Алайда жайдары жаз, көңілді демалыс, тынымсыз еңбек боп саналды. Баршамыз оқу жылының аяқталуымен 1 мамыр балаларды қорғау күнімен, сыңғырла күміс қоңырау мерекесімен құттықтай отырып, білімім отаныма атты салтанатты жиынымызды ашық деп жариялаймыз. Бүгінгі салтанатты жиынға келген құрметті қонақтармен таныстырып кетсек. Бақбергенұлы Мұрат, құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінің бас маманы. Қанарбаев, экономика және қаржы бөлімі. Жүсіпов, Кемербастау ауылдық округінің әкімдігі. Жақпекова, білім бөлімінің әдіскері. Білімді шәкірттерін аялаған, жақсылығын ешкімнен аямаған, саялы бақ, жанашыры жасып бақтың, ұстаз деген аяулы ардақты адам. Өмірде өлшенбейтін іс, балаға берген білімің, мейірімің қамқор пейілің. Ол болашақ, болашақтың бір жарған сабағына құйған білім, нәрің мәңгілік. Осынау мәңгілік борышты ауырсынбай, аянбай, өзімнің адамгершілік парызым, қала берді ағалық қамқорлығым деп түсінген, қимас сәтте өздеріңе арналған алғашқы құттықтау сөзді мектеп директоры Айнақұлов Шәкір Сейданұлына беріледі. Амансыздар, мына бүгінгі мерейтойға жиналған қонақтар, оқушылар және ұстаздар. Мына өмір бір орында тұрмайды, оның бәрімізге белгілі. Мына кеше ғана мектепке келген оқушылар бүгін бітіріп жатыр. Бұл деген үлкен өмірге жолдама, шынын айтқанда. Өйткені бұдан кейін ата-анаңның қасында емес, өз бетінше өмір сүріп, өз бетінше бөтен адамдармен араласып, өзінің орынды, өмірден орын табудың алғашқы шарттарын жасайсыңдар. Құда қаласа, мынау алған білімдеріңнің жемісін көріп, бір үлкен қызметке, енді әркімнің қызметі үшін үлкен, шынын айтқанда, үлкен қызметке тұрып, осы шақтарыңды ешқашан ұмытпайсыңдар. Және де мынау ұстаздарға айтарым, осы білім беруде, тәрбие беруде ешқандай талмаңыздар, шаршамаңыздар. Құдай қаласа, бұл өмірдің ағысы, мынау төңіректі көріп тұрсыздар, дүниежүзін көріп тұрсыздар. Білініп тұрған заман, сол кезде еліміз тыныш, әйтеуір аман болып, жас мемлекетіміз дамып, соның тек қана жемісін көре берейік. Осындай жылда ең тамаша, ең керемет кез көктемнің кезінде мектеппен қоштасып, барлық нәрсе пісіп, барлық нәрсе молынан болған кезде мектепке келіп, сол тарихымыз жалғаса берсін, көргеніміз жақсылық болсын. Рахмет сіздерге. Және де осы біздің мектебіміздің біраз жетістіктері бар еді, енді жетістік өте көп еді. Оның ішінде біз тек қана республикалық және облыстық қана беруді шештік. Соған рұқсат етіңіздер. Бірінші дәрежелі диплом республикалық алтын сақа математикалық олимпиадасының облыстық кезеңінің жеңімпазы 3-ші сынып оқушысы Үсен Ернар марапатталады. Жетекшісі Ибрагимова Жазира Жақсыбекқызы. Келесі
Түркістан облысының білім басқармасының облыстық қосымша білім беру дамыту орталығының дипломымен бірінші дәрежелі Қазақстан балалар шексіз әлемде балалар киносының облыстық фестивалінде телевизиялық сюжет номинациясы бойынша жоғары деңгейдегі шығармашылық өнімдерін танылған Түлкібас ауданы Асқаров жалпы білім беретін мектебінің Нұрлан Шоғла марапатталады. Жетекші Ибрагимова Ғазиза. Бұл қызымыз енді неге республикаға жолдама алды. Құдай қаласа жолдаманы онда республикада да бірінші орын аламыз деген ойдамыз. Апай келіңіз. Екінші дәрежелі диплом республикалық алтын сақа математикалық олимпиадасының облыстық кезеңінде жүлдегер болған 5-ші сынып оқушы Жанали Бегнұр, жетекшісі және ата-анасы Сейдолла қызы Бексұлу марапатталды. Және де диплом бірінші дәрежелі мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың тәуелсіздіктің бәрінен қымбат атты бағдарламалық мақаласын білім беру саласының мамандары мен білім алушылардың арасында кеңінен насихаттау мақсатында өткізілген жылдың 100 үздік ғылыми жобасы атты республикалық ғылыми жобалар байқауына қатысып жеңімпаз атанған Қалдыбек Әдемі Ерлан қызы марапатталады. Жетекшісі Егізбаева Гүлнар Тұрсынбайқызы. Дәл осы дипломмен және бірінші дәрежелі білім беру саласындағы жаңашылдық дамыту, педагогтық қоғамдағы мәртебесін арттыру және озық тәжірибені кеңінен насихаттау мақсатында ұйымдастырылған жыл мұғалімі атты республикалық байқауына қатысып жеңімпаз атанған Егізбаева Гүлнар Тұрсынбайқызы марапатталады. Бұл кісінің куәлігі бар, білім саласына қосқан айрықша еңбек үшін деген оқу ағарту саласының үздік педагогы деген сол жерде. Соны ұсынайық. Мынау жаңа оқушысының значогы, медальмен значогы. Рахмет сіздерге көп-көп. Елдің атын негізі бұрынғы алаш ардақтылар айтқан ғой, өз елін, өз ерлерін ескермесе, елдегі қайдан алсын кемелгерді деп соғысып. Өз-өзіміз бір-бірімізді қолдап, бір-бірімізді қошеметтеп, бір-бірімізге жаңағы көмек беріп жүрмесек, елдің арасынан ешкім шықпайды шынын айтқанда. Өз елін өздері ғана таниды бірінші. Сөйтіп, ол ары қарай қанат қақтырады, ары қарай қабілет, қарымына қарай таныла бастайды. Рахмет! Жүздерінен мейіріммен нұр тамар, алдарында жауқазындай құлпырған, алаңсызда балғын шақты балалар, құшақ жая қарсы аламыз сіздерді. Бей-билеп, әнде бүгін шырқалар. Sexy
Aşıksın kardeşime, seni nasip müddet etmedim. Biletlerge koysam, жақсыларым болсам, senin arkan менің мектебім. Мектебім келеді, қастерлі мекені, өзіңнен биікке жетемін. Қонар алтынымды жүрегімде жылы, ойласам қуанып кетемін. Жайсың жандар менен береке төгіліп, мектебімде жүрген күнім. Жүрегімнен арнаған жырым, жасыл жандар менен береке төкпелі, мектебімде жүрген әр күнім. Балауса қыз едің бір кезде, шашыңа ақпан тек байлаған. Өзгеріп кетіпсің бұл күнде, көркіңе көз тастап ойланам. Нұрлы бейнең қандай жарқын, арманысың қандай жанған. Жанарыма sen möldersin yerken dağılağınday. Sen möldersin yerken
құрметпен өзіңізге, шәкірттерге арналсын тілегіңіз дей келе, сөз мектеп қонақтары Бақбергенұлы Мұрат, Қанарбаев Серік мырзаларға беріледі. Шалқып сәбин сезіммен 10 жыл мектеп батасында бірге тұрдым өзіммен сезімге батадыңда бала махаббатымды сені жақтап ойлап ойым жазылмады. Совсем другим ребятам школа
них не деться. И свою подружек школьных иногда еще встречаю. Оказалось, это больно. Школа, школа, я скучаю. А записки с галутами все летят, как неизвестно. Беспокоит моя память никуда, от них не деться. И свою подружек школьных иногда еще встречаю. Оказалось, это больно. Школа, школа, я скучаю. Школа, школа, я скучаю, я скучаю, я скучаю. Школа, школа, я скучаю, я скучаю, я скучаю. Школа, школа, я скучаю, я скучаю. Оказалось, это больно. Школа, школа, я скучаю. Ұстаздарды еске алыңдар, жаңа сыр ашатұғын жастарындар. Шәкірті жаман екен дегізбеңдер, санасы биік, адал дос табыңдар. Иә, сендер әрқашан еске алып жүретін жаңа асыл ұстаздарың да бүгінгі соңғы қоңырау үнімен өздеріңмен қоштаспақ. Енді солардың шәкірттеріне деген соңғы ақыл кеңесін, сәт сапарын тыңдайық. Келесі құттықтау сөз алғашқы ұстаздарына және сынып жетекшілеріне беріледі. Оңғарова Голя, Шыңғысбекова Нұрдана, Ибрагимова Жазира, Айтқұлова Меруерт, Дәуірбаева Мақпал, Смандиярова Айзада, Түймебаева Алия және Байсеріков Олжас. Батты Асанбай Асқаров атындағы ұжым және ата-аналар, алтындай шәкірттер. Міне бүгін ақыл дария дейді, білім теңіз дейді. Сендерді мықты тәжірибесі бар мықты ұстаздар оқытты. Соны ұмытпаңдар. Енді берген білімді алақанға шығаратын уақыт келді. Еркелікті, бұзықтықты қойып, мына алдағы келе шыққан ұлттық тесттен мен ойлаймын. Аллаға сыйынамыз, Алладан сұраймыз, бәрі Алланың қолында. Құда қаласа Асанбай Асқаров атындағы мектептің шәкірттері 11-ші сыныптар. Осы жерде 3 сынып па, қанша сынып? 3 сынып, иә? Құда қаласа ұлттық тесттен ең жоғарғы бал алып, барлықтарың Астана, Шымкент, Қарағанды қалаларына мықты өздерің қалаға мамандық иегері болып, грант иегері болыңдар. Алладан мен тек қана сүйінші сұрайым, жақсы хабарлар өздеріңден болсын. Ал енді мынау ұстаздар қауымына мен сыйлайды, тілейтінмін, ұзақ ғұмыр, отбасылары аман болсын. Еңселеріңді тік ұстап, жүздеріңнен шуақ кетпесін, күш қайрат кетпесін. Ұстаздарға үлкен рахмет айтқым келеді. Сендерге сәттілік тілеймін, аман болыңдар. Саламатсыздар ма, құрметті жамағат, ұстаздар, ата-аналар және оқушылар, бүгінгі мерекелерің құтты болсын. Әр уақытта ұстаздарды шәкірттерім биіктен көрсете білсін. Мынау алдағы келе жатқан ұлттық бірыңғай тесттен ең жоғары бал алыңдар. Менің бір шәкіртім Сәбит Мөлдір деген осы мектептің түлегі Қазақстан бойынша 136 бал алыпты. Бүкіл шәкірттерге 136-140 бал алуға нәсіп етсін. Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар, ұстаздар, сыңғырла соң қоңырау атты жиынға жиналған қонақтар. Мінекей бүгінгі мектебімізді бітіріп отырған түлектер әрқайсың осы бір грант иегері болып, мемлекетіміздің іскер маманы бола беріңіздер. Әр уақытта жолдарыңыз ашық болсын. Мынау бала шақтан болашаққа үлкен қадаммен аттанып бара жатсыздар. Сіздерге ақ жол, жолдарыңыз ашық болсын. Сәлеметсіздер ме, құрметті мектеп ұжымы, ата-аналар, қонақтар, оқушылар. Менің түлектерім
аяулы шәкірттерім, бүгінгі күн сендер үшін өте ерекше күн. Кішкене ғана болып мектеп табалдырығын аттаған едіңдер, міне бүгін үлкен өмірге қадам басып жатсыңдар. Үлкен өмірдегі қадамдарың нық болсын, болашақтарың жарқын болсын. Сендер қайда жүрсеңдер де мейірімділікті, адалдықты ұмытпаңдар. Мектеп кезіндегі жақсы естеліктерің мәңгі жадыларыңда сақталсын. Ақ жол, болашақтарың жарқын болсын. Армысыздар, құрметті ата-аналар, ұстаздар және оқушылар. Барлықтарыңызды бүгінгі міне келіп жеткен соңғы қоңырау мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Міне 5-ші сыныптан бастап осы сыныпты алып келе жатырмын, 11-ші А сыныбын. Міне Құдай қаласа, қадамдарың ақ болсын, жолдарың ақ болсын. Әрдайым биіктерден көріне беріңдер. Алла сендерге әрдайым жолдарыңда ашық болсын. Барлықтарыңа сәттілік тілеймін. Барлық 11-ші сыныптың оқушылары, барлықтарыңа УБТ-дан жоғарғы балл алып, Құдай қаласа, барлықтарың грант иегерлері болыңдар. Құрметті шәкірттерім, міне бүгін сендер үшін мектептен бітіріп, үлкен өмірге қадам басқалы тұрсыңдар. Жолдарың ашық, қадамдарың нық, болашақтарың жарқын болсын. Ақ жол тілектер. Саламатсыздар, құрметті ата-аналар, ұстаздар, оқушылар. Ал не дейміз түлектерімізге? Ақ жол, жолдар әр уақытта ашық болсын, грант иегерлері бола берсін. Ал құрметті мектеп ұжымы, ата-аналар, оқушылар, бүгінгі күн ерекше тарихи сәт болып тұр. 25 мамыр шын жүректен 11-ші сынып оқушыларын құттықтаймын. Қадамдары ақ болсын, жолдары әрқашанда ашық болсын. Алда келе жатқан ұлттық бірыңғай тесттен аман есен өткізіп, грант иегері атана берсін. Құрметті ұстаздар, мынау мен зейнетке шыққан күні, осы мектептен осы октябрь айына зейнетке шықтым. Зейнетке шыққан күні менен бір ата-анам сүйінші сұрады. Апай, қызыңыз жоғары балл алды. Шетелге тапсыратын жаңағы тесттер бар да, содан жоғары балл алған еді. Сол қызға мен сүйіншім бар еді. Ол қыз Тұрар Әсел. Тұрар Әсел қайда? Менің сүйіншім пенсиядан саған арнайы Каспий Голдыңа жіберемін. Алдарыңызда 11-ші сынып оқушыларының ұстаздарына деген ыстық лебізден арналған гүл шоқтарын қабыл алыңыздар. Шалықтап кетсең шаттана
бір сенің артық біздерге келгенің үшін сәтіңді қиып баулыған еңбегің үшін мың алғыс саған ұстазым, мың алғыс саған. Білімнен не бар бағалы, ғылымды мәнді, ұстазы қалар үлгі боп адамға мәңгі. Аядай мектеп өсірді, азамат еді. Аяулы ұстаздар сөзі санамда қалды. Біріміз тартып бағына сенгенің үшін бір сенің артық біздерге келгенің үшін сәтіңді қиып баулыған еңбегің үшін мың алғыс саған ұстазым, мың алғыс саған. Алысқа қалқан ақ қанат арманым үшін шәкіртің үшін атырған таңдарың үшін арқа сүйейтін артуға болғаның үшін мың алғыс саған ұстазым, мың алғыс саған. Біріміз тартып бағына сенгенің үшін бір сенің артық біздерге келгенің үшін сәтіңді қиып баулыған еңбегің үшін мың алғыс саған ұстазым, мың алғыс саған. Мың алғыс саған ұстазым, мың алғыс саған. Ұстаз, осы сөзде қаншама ұлылық жатыр десеңізші. Сөз маржанын терген ақын жазушыда, көк күмбезіне самғаған ғарышкерде, тіпті елбасының өзі де ұстаз алдында иіліп тағзым ететіні рас. Өз уақытын аямаған, шәкіртінің уақытын аялаған ұстаздарға мәңгілік ризашылығымызды, алғысымызды білдіреміз. Мектеп маңы толыпты жарасымға, ізгілікте мейірім бәрі осында. Өмірге қанат қақты жас өрендер, асыл арман гүл атып санасында, деп жүректері лүпіл қаққан қимастық пен қуаныш, аңсау мен арман сезімдер араласқан осынау сәтте шәкірттік сәттің соңғы өмір жолының алғашқы қадамында тұрған жас түлек, ендігі сөзді сендерге береміз. Мектеп түлектеріне сөз. Құрметті қонақтар, бүгін біздің түлектеріміз үшін ерекше күн. Біз бүгін балалық шақпен қоштасып, үлкен өмірге қадам басып жатырмыз. Осы 11 жыл бойы біз бірге білім алып, бірге есейдік. Мектептегі әр сәт біздің жүрегімізде ыстық естелік болып қалады. Бізге білім беріп, әрқашан қолдау көрсеткен ұстаздарымызға және сенім артқан ата-аналарымызға үлкен алғыс айтамын. Сіздердің еңбектеріңіздің арқасында біз осы жерде тұрмыз. Түлектер, әрқашан біздің жолымыз ашық болсын, өмірде өз орнымызды табайық және өзімізден кейінгі оқушыларға да сәттілік тілеймін.
мектептегі уақыттың қадірін біліп, әрқашан армандарыңнан ешқашан бас тартпаңдар. Құрметті ұстаздар, ардақты ата-аналар, аяулы түлектер, бүгінгі біз үшін ерекше күн. Мектептегі балалық шақпен қоштасып, үлкен өмірге қадам басқалы жатырмыз. Осы кезге де тек білім ғана емес, өмірлік тәрбие берген ұстаздарымызға мың алғыс. Арнайы әрқашан жанымыздан табылған ата-аналарға да алғыс айтамыз. Бүгінгі мектептің оқушыларына айтатынымыз, мектеп кездегі сәттеріңіз бағалаңыздар, болашаққа сеніммен нық қадам басыңыздар. Аяулы түлектерге айтатыным, биік белестерге жетіңіздер, бақытты болыңыздар. Рахмет. Саламатсыздар ма? Мен 11-ші А сынып оқушысымын. Және де бүгін біз үшін өте ерекше күн. Себебі мектеп біздің балалық шағымыздың бесігі, болашағымыздың бастауы. Қанатымызды қатайтып, болашаққа жол ашқан аяулы ұстаздарымыз бен мектебімізге айтатын алғысымыз шексіз. Саламатсыздар ма? Бүгінгі мейрам барлығымызға ортақ мейрам. Бұл күні біз барлық естеліктерді жүрекке түйіп, барлық балалық шағымызды артқа тастап, болашаққа нық қадам басамыз. Сол себептен барлық түлектерге сәттілік, және де артымыздан еріп келе жатқан жас түлектерге де өте үлкен бақыт тілеймін. Қоңырау мен соңғы қоңыраудың арасын жалғаған 11 жылдың мәреге жеткен күні. Бүгін мектебім ұстазым деп көңілін қимастық кешкен күн. Бүгін атаң ақ жол тілеп, ақ бата берсем деген күн. Бүгін әжең еркеұлының ер жеткенін көрсем деген күн. Бүгін әкең қызым бой жетті деп мақтанған күн. Бүгін анаң ұлым ер жетті деп шаттанған күн. Бүгін ұстазымның жанында шәкірт болып соңғы рет тоқталған күн. Бүгін арман қуып алысқа аттанған күн. Бұл күн мектеп тарихында мектеп бітіруші түлектер есінде мәңгі өшпейтін күн. Жайғанда әдемі менің әнім әсер қайғырып көрсінбейді. Айтамай жүрген сезімімді жырлайды. Жанымнан аяу еріксіз жамайтын сол қайда. Жоқ менің әнімде тыңдап көр әнімді, мұңды емес көңілді, ескермес бүгінгі. Қарсы алар таңыңды, әрдайым көңілді, үзбей жұмытты. Бермедік мұңға, жеңілдік сынба өмірде. Әнімді сен тыңда, осы бірге шырта менімен. Жазылмаған дастан еді, армандастан, құрдастан. Дәуірдің өрнеген аспан едік, бәріміз де өмір жолын бастап едік. Армандастар қайда, абзалдастар қайда, замандастар қарлығаштар қайда екен. Қиял болған кезің қайда, қырғыздан мөлдіреген сөзің қайда, сол алғашқы алаулаған сезім қайда, армандастар құрдастар. Дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз де өмір жолын бастап едік. Армандастар қайда, абзалдастар қайда, замандастар қарлығаштар қайда екен. Дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз де өмір жолын
биік асулардан өттіңдер ме, әлде биік армандарға жеттіңдер ме, армандаса құрдастар. Дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәрімізде өмір жолын бастап едік. Армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар қарлығаштар қайда едік. Біз дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәрімізде өмір жолын бастап едік. Армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар қарлығаштар қайда едік. Ал енді оқушылар мектеп вальсіне дайындаламыз. О, мектебім, қашанда сен естесің, сен жайлы әркез төгеліп жырдың кестесін. Жалпы вальске дайындаламыз. Сен ұмытсам білімімнің ұясы, мен адамдар еш уақытта кешпесін. О, менің ұстаздарым үміт жібін үзбеген, білім шыңнан жарық сәуле іздеген, бүлдіршінді жетелер кеп партаға, ұшыратым қимас нұрлы жүзбенен. Алдарыңызда 11-ші сынып оқушыларының соңғы мектеп вальсін қабыл алыңыздар. Құрметті мектеп бітіруші жас түлектер, мектепте 11 жыл ішінде 20 мыңнан астам қоңырау үнін естідіңдер. Оны алғаш қолына гүл алып, мектеп табалдырығын аттағанда және 45 минут бойы өзін сүйіп оқитын сабағың аяқталғанда естідіңдер. Ал бүгінгі қоңырау үні ерекше болмақ. Ол мектеп кезеңіндегі сендер үшін сыңғырлайтын соңғы қоңырау болмақ.
ендеше ортаға бірінші сыныптың оқушыларын соңғы қоңырауды соғу рәсіміне шақырамыз. Қоңырауы мектептің тозбайтұғын, 45 минуттан еш озбайтұғын, темірентіп мектептің тіршілігін сыңғырлаған үнімен қозғайтұғын. Қоңыраудың сыйладық жаңа үнін, одан асқан сыйлайды ғажабын кім? Мектебіне киелі білім алып, ақ үмітін ақтаңдар қазағымның. Бәрісін араласаң өмір ауылың, бәрішін қоштасарда қоңырау мұң. Мәнісін ұғыныңдар өткен күннің, дауысын сағынғанда қоңыраудың. Биылғы оқу жылының соңғы қоңырауын соғушы бірінші сынып оқушылары мен 11-ші сынып оқушы аға әпкелеріне береміз. Қоштасады ұшқан ұя мектебім, маңдайынан сүйіп өтер көктемің. Сәт сапар деп қол бұлғаймыз бәріміз, тілейміз біз армандарға жеткенін. Білімдерін толтырдық біз кеудеге, қателікте болды бесеке жерде. Үйретуден жалықпаған ұстаздар, жанашырда бола білдің көп жерде, көп жерде. Қош бол енді
сайын бір белден асып, 11 көктем, 11 көзді өткізген мектеп сендерге қимастықпен қарайды. Ұстаз қауымымен мына жиналған халық сендерге тек сәттілік, ақ жол тілейді. Армандарыңның биік шыңына жете беріңдер. Құрметті қонақтар, ұстаздар, ата-аналар, шәкірттер, осымен 2025-2026 оқу жылын аяқтауға арналған білімім отаным атты салтанатты жиынымызды жабық деп жариялаймыз. Geçken шығарма сонау жолдарым естен тақтаға жазған ұстаз тәлімін партада тыңдап үлгі алып өскен. Соңғы қоңырау сыңғырлап үнің көңілде тұрау арнамнан асып толқындай тасып төгілгенім-ау көрінген мынау қимадым сені соңғы қоңырау аттанар сәтте көрінген мынау қимадым сені соңғы қоңырау. Арнамнан асып толқында